Лебдусмикаға көштер лайк байсыр, көчпайсыр. Бұл видеода сізде менімен отырсыңыздар. Мен всегда қатемен айтам да, бірақ біз бұрынғы видеода біз куклалол аштық. Бұл бізде новинка болған. Ал қазір бізде новинка ол Зверополис. Мынандай красивые, мынандай даже кішкентайы. Бізде средний. Мне кажется, ол обычный. Вот, мынандай красивенький. Үлкен. Бізде, достар, үлкеннен тек қана екеу. Вот, давайте мынаны көшіріп қоямын. Мынақта бізде Зверополис надпись. И мынандай үлкен. Достар, кім Зверополис киносын, мультигін вообще қарады. Сол үшін ол адам бізге комментарияға жазып кетеді. Бізде мынақта пакетиктерден тек қана біреулері қалды. Сол үшін уже здесь понятно, мынаны аламыз. И маркерлерден мынаны аламыз. Енді давайте куклалолдан. Так, давайте біз, к сожалению, енді мен тек қана бір-бірден ашамын. Давайте біз мынандайын ашамыз. Или хотя, даже не знаю, по ошибу нужно узнать. Давайте мынаны. Так, все, амалар пока что мынаяққа кетеді. Мынаны. Сосын ең қызықты Зверополис. Бұлықтан біз үшеу ашамыз. Так, давайте бірінші мынандай болады, красивый. Мен оны таныстырып кеттім. И сосын давайте, или хотя так, давайте мына үлкені болады. И средний, да, по ущупу давайте как-то найдем какой-то красивый. Давайте мынандай, тоже среднячок. А мыналарды бәрін біз қазір мынаяққа қоямыз. Бізде тек қана екі коллекция қалды. Вот. Қазір біз бірінші бастаймыз. Давайте сумкадан, наверное. Вот біздің сумкамыз. Достар, қараңыздар, қандай әдемі розовый, прям розовый, мынандай замаугы даже бар. Қазір біз оны, к сожалению, ашамыз. И бұл ең последний. Мен ойладым, что мынақта 100 болады, бірақ ағасы мынақта 3-тен ашады. Мынақта. Так. Бізде біріншісі мынандай зеленый. Так. Нежно-зеленый даже. Следующий бізде еще тоже нежно-зеленый. Это уже какая-то коллекция, я не знаю. Ну, все будет стоить. Розовый қатты. Розовый мен ең почти жақсы көретін. Давайте оны мынау ортасына қоямыз. Өйткені бұл ең последний пакетик вроде. И мынандай легкенький, красивенький, желтый. Оны біз давайте мынаяққа қоямыз. Сіздерге қазір көрсетіп кетем, чтобы сіздер білдіңіздер, қандай коллекциялар өзі бар вообще. Вот. Бірінші мынандай тоненький, кішкентай бар. Сосын мынандай үлкені де бар, сондай. Сіздерге қайсы мынақтан ұнады, соны комментарияға жазып кетіңіздер. Ал біз енді сумканы сыймаймыз. Давайте сумканы ашамыз, енді сумканы қараймыз. Қайда екен сумка вообще? Аминекен. Вот, я. Надо красивый. Стич, мой любимый, я не хотела тебя бросать, но мне придется. Ладно, погнали. Давайте нахтан. Все. Интересно, қандай қызықтар болады. Мен көзімді жұмдым. Нахта не. Даже по ощупу. Непонятно. Давайте ашамыз. Мынандай розовый, әдемі, мынандай надписпен, мынандай трубочкамен. Вот это
сояққа мен, наверное, өзімнің суымды қоямын. Кстати, менде реальността суым бітіп қалды. Енді мынандай гигиеничная помада. Кап-катон гигиеничная помада. Так. Бірақ менде, мне кажется, что бұл не обязательно сабаққа керек. Өйткені, зачем это гигиеничная помада? Бірақ бізде былайынан шықты, қараңыздар. Бізде мынақта яблочко, сосын дәптерлер, пенал мынандай розовый, менің мини телефоном, бутылка, матем, казах тілі, который у меня всегда будет. Қазақ тілі и математикада бізде всегда жазамыз, өйткені тек қана әдебиетте біз ештеңе жазбаймыз. И гигиеничная помада. Мынандай қылып шықты, сіздерге қай қатты ұнады, соны комментарийға жазып кетіңіздер. Так, давайте енді басқа каталогты істейміз. И ол киімдер каталогы. Здесь уже понятно, қайсы шығатын сияқты. Мынау, конечно, блин. Так. Где он тут у нас? Вот он. Так. Вот, мынандай что-то обмазалось. Пофиг. Давайте. Будет кофточка. Я прям чувствую, что здесь будет кофточка. Здесь это уже понятно. Да, понимаете же? Вот так вот. Мы накрасили мняная кофточка. Кстати, похоже. Со смарбсте. Ага, мама, вы тоже сделали это так. Ладно, келесіде басқа пилоттарда біз олай істемейміз. Біз білмейміз қиткенім. Мынандай шалбар. Все, запустимся. Давайте. Оп. Был под номером ДК, конечно. Так. Вот так. Ладно. Все. Посмотрим, кофточка 58 звездочек. Так, был тоже под номером ЯК. Так, все. Бізде мынандай коллекция шықты. Бірінші бетте бізде тек қана спортивкалар. Мұны қараңыздар. Бірінші спортивка номері 1. Мынандай красивый. Сердечко. Очень милое сердечко. Сосын барып, мынандай цвет и тоже мынандай цвет. Это тоже очень красиво. Бұның барлықтары. Қазір спортивка мынақта. Вот мынау да. Ал мынақта уже юбкалар, соқта киім деп жазылыпты. Бұлақта бірінші мынандай обычный, как сказать обычный, даже не обычный футболка и не обычная юбка. Смотри, обычный школьный наряд такой. Но только если разрешать, можно одевать вот такую вот кофточку. Потому что он дай бумаги нельзя. Следующий бізде кукла. Так, давайте кукла. Так. Вот, қараңыздар, мынандай. Менің ладонем прям кішкене, но все равно. Мынақта надпись лол. Мынандай косметика оның кружочканың астында. И, конечно же, мынау қыз влюблена в 35-го плюс летнего мужика. И он подругасы мынақта тұр, кажется. Мен соны история таптым. Давайте. А шабас любой жерден. Так, пусть будет здесь все. Не знаю, почему я это так открыла. Пофиг. Мынақта қараңыздар, бірінші мынандай питомец, красивенький. Сосын барып мынандай мамасы, мынандай зимний курткада, мынандай розовый өзінің шашы и розовый помпончиктары. То есть қолға. Я не знаю, что это, короче. Менде бірақ тоже сондай бар, бірақ нормальный. Сосын барып оны қараңыздар. Достар. Мыналар қатты похожи. Ой.
Капец. Мыналар близняшкалар сияқты капец. Мен әлі даже көрсетпедім мынаны. Өйткені мен оны сразу близняшкалар деп айттым. Қазір көрсетемін енді. Мыналар реально близняшкалар. Турси почти похожи, бірақ мынақта көк, а мынақта ақ. Бірінші мынадан бастаймыз. Ой. Так, мысық. Мысық давайте тоже ортаға. Былай. Енді мамасы. А я говорила сперва посмотреть. А потом уже говори, что ты все можешь не представить на твоем пласе. Все вот қараңыздар красивый. Бізде уже почти біреу қалған сияқты. Вот, бізде бірінші мынандай коллекция шықты. Мамасы, питомец, қызы, подружкасы, тоже подружкасы. Қызы, питомицы, мамасы. Так, дальше бізде самый последний Зверополис. Так, бірінші мен хочу кішкентайсын ашуға. Все. Мынандай певица қызы. Біз оны, наверное, даже не знаю, как қоямыз. Давайте мына қоя берейік. Все, вот так. Болды. Келесі бізде средний болады. Вот здесь даже. Қоян! Как мило! Қоянчик. Зверополистың қояны. Как ұнайды. Келесі ең үлкені. Это что, коза типа? Она... Ну, кім Зверополистің мультигін қарайды, сол барлық аттарын біледі. Бірақ мен запомнить еткен жоқпын. Вот, мындай мистер қыз. Ся, мындай мистер қызы. Мындай, блин. Она еще с таким носом. Достар, сіздерге Зверополистің коллекциясы вообще пакетиктер қатты ұнады ма, соны комментарийға жазып кетіңіздер. Өйткені бұл халява вам. Видео снимаю вам, халява. Вообще лайки нужно давить. Поэтому маған қатты ұнаған ол, наверное, и, конечно, ол маған қиян. Сіздерге қай ұнады комментарийға жазып кетіңіздер. Достар, бүгінгі бізде новый пакет, ол бізде Зверополис. Вот, Зверополис бізде мынандай ғып шықты. Куклалы бізде мынандай ғып шықты. Қатты ұнайды. Сіздерге қай коллекциясы қатты ұнады, соны комментарийға жазып кетіңіздер. Ал біз уже мен прощаться етеміз пока. Все, дальше мынаны тоже біз аяқтадық. Дальше фломастерлерді тоже, маркерлерді, то есть аяқтадық. Келесі видеода мен маркерлер ашпаймын, сумканы ашпаймын, киімдер ашпаймын. Өйткені олар бізде ұтып қалды. Пока-пока сумка, пока-пока маркерлер и тоже пока-пока киімдер. Киімдер маған қатты ұнады. Ол менің ең любимый коллекциясы шығар, возможно. Достар, лайк басыңыздар, колокольчик басыңыздар. Сіздерге қай қатты каталога ұнады, соны комментарийға жазып кетіңіздер. Біз уже 3 коллекциясын бітірдік сол үшін. Сіздер де комментарийға прощай деп жазыңыздар. И пока-пока!